Арал ауданы жамбыл колхозы дейміз, бірлестік Жалаңаш ауыл дейді. Бұны Арал ауданынан, Арал орталығынан 60 километр жер жатқан жер. Жаңа біз өзімізден жолдың азабын тартып келдік. Осы жердің жолын, сосын су мәселесі бар, малдың су ішетін су жоқ бұл жерде, енді теңіздің іргесінде отырғанмен құдықтан ішіп отыр. Сосын связь жоқ, жаңағы біздің машинамыздың баллоны жарылып, сол жерлерде мысалы қалған адамдар болса сол жоқ. Оның бәрін айтып келе жатырмыз. Енді біздің Ақналда келгеніміз қуанышылыққа байланысты осы ауылдың мал шаруашылығымен айналысып отқан адамдармен кездесу. Енді біреуі кәсіпкер болады, біреуі өзінің қара малын бағып отқан адамдар. Енді шөптің жағдайын көрдік қой, не болады? Енді далада ешнәрсе көрінбейді. Мына жолымыз мынау. Аралдың орталығынан келген 60 километрді 3,5 сағатта келдік. Бияқа негізі шөп те келмейді дейді аға, дұрыс па? Шөп биылдыққа башы шөп әкеліп жатқан жоқ па? Аудан жоқ. Бір-ақ рет кетті болды. Қаншадан кетті кіріс? 700. Жалпы енді малдарыңызды қазір сатып атсыздар, сол шөп алу үшін ғой, енді басқа малды сақтап қалдыңыз. Енді ана басқалар бәрі сатпаса да бостан-бос өліп қалып жатыр. Өліп жатыр. Теңізге барса, теңізде ішсе, одан да өліп жатыр, ащы су. Мынаяғында өліп жатыр көп. Өліққан себебі сонда тек қана шөп емес, су жоқтықтан ба? Суда жоқ. Тартылып жатыр ма құдықтың бәрі. Оты қанбаған нәрсе, ащы су ішкесін, ішінде от жоқ. Негізі былай ғой, негізі мына жаңбырдың суымен күн өтіп отырмыз ғой, мына араға су тұрады. Сосын осыған мына әркім құдық қазып алған мынандай қылып. Көрдің ба? Мына ракушка деп қалап, миллион тастайды, сол миллионға нағып алып жатыр. 1 миллион шығарады, соған кесек алады, не алады, қаздырады. 1 миллион қаржы ма? Теңге. Теңгеге сөйтіп мына құдық қазып алып жатыр. Әр адам. Соны өзі тосылып қалып жатыр ғой, сарқылып, иә? Я сарқылып қалып жатыр. Енді мына арада кішкене су тұрады, мына котлованымыз болған, жаңағы мына трасқа су алған жер ғой, не алған жер ғой. Соған топырағы. Енді дым танбай қалды. Енді соны сарқылып жатыр. Қайта енді основной сіздерде мысалға орындар бар ғой. тек қана жоңышқа емес, мысалға ана қара шөп бұны. қамыстың кірісте болады ғой, аралас шөп. Не істейміз енді? Сиырға болады. Өз атлап тұратын нәрсе осы скважина. Енді біздің жерлерден не шығатынын білмеймін. Енді бұны шешу жолы қандай деп ойлайсыздар енді? Шөп жоқ, су жоқ қой енді. Не істеу керек ол үшін? Біздің ауылдың енді әзір бәрі былай бейтем сөйтем дейтін адам жоқ. Бір жерлері кеше не жақтан да келді жаңағы. Қандай ктк-дан келді. Соған енді мына сумен скважинмен жаңа нені айтты. Шөп мәселесі. Аудандық жаңа нелерден бір-біріне жібермей жатыр дейді ғой. Кеше мына Ақтөбеден бір рейс келген несімен, КамАЗымен. Сол бір-ақ үй түсіріп алды. 2-ақ үй бөліп те түсіріп алды. 800 кетеді ғой деймін. Енді қалған осы жақта 131 үй бар, 38 ба? Сондай үй бар. Солардың бәрі сондайдан алады ғой. Биыл енді бірінші рет болып тұр ма бұл қуанышылық? Енді былтыр білдірді ғой. Қар жоқ болды ғой енді. Былтыр білдірді ғой. Бірақ бізде іште былтыр шамалы қар болды. Бірақ енді мал ондай болған жоқ. Бұл қыста жауын аз болды ғой, значит, қар түскен жоқ, жауын түскен жоқ. Сонымен тым шықпай қалды. Әйтпесе біз мына теңіздің жиегі жаңағы су келмей қалды ғой. Теңіздің жиегіндегі қамыс қайда жібереміз қысты. Малды. Қамыстан содан алатын еді, қазір су жоқ теңізде. Қамыста жоқ. Қамыста дұрыс шықпай. Жағаға шықпай. Сосын мына неде мына құс қой мына. Сарғын деген жеріміз. Сарғын деген жеріміз ғой. Осы малдың жайлатын жер. Қыстық жайлатын жер. Соларға су шықпай. Көктемей қалды. Енді жалпы әртүрлі мәселе айтып жатыр ғой, әркім біреу былай айтады, біреу былай айтады, біреулер малды мына қырға қарай көшірсе, жер болса дейді. Ондай варианттарға енді сіздердің ондай вариант мен мысалы менде бір үйір жылқы бар. Сол 5 сиырым бар, 3-4 сиырым бар. Оған бола мен ана жаққа көшірмеймін ғой. Ол үшін мен оны сатып жіберіп, немен ұстап отырғаным жақсы. Келесі жылы тағылсам қайтадан сатып ала қоямын. Сол мәселеде өтсе сатып жіберіп жатыр. ол ақшаңызға келесі жылы мал ала алсаңыз, алсам 5-еуін алмаса, 10-ын сатсам 5-еуін алсам деген ой ғой. Сөйтіп, мына барлығы да сөйтіп отыр. Мынау мысалы машина алып кетуге келген машина ғой, иә? Сөйтіп сатып жатыр. А?
иә күнде сөйтіп келіп мал алушылар. күн кешеде келіп сол Қызылорда облысының машиналар шығар иә? Жаңақорғаннан келіп Әр жерден келді. Алматыдан келіп жатыр. Алматы. Сонда да алып кеткендерді кейбіреулер жолдан әлсіздер өліп жатыр дейді. жақсылап өздері жақсылап баптап кеткендері кетеді. Иә. Скважина айтайын. Айтыңыз. Бұл енді бұл жерлерде бұрын енді бір-екі скважин болған ертеледі. Совет Союзынан қалған ғой. Советтен қалған. Оның бәрі тартылып қалды. Ізі бар ма бірақ? Ізі бар. Үш шоқ деген жерде бар. Үш шоқ адам көрініп тұр ғой. Теңізге жақын. Нарда біреуі бар. Әр жерде бар, бірақ оның бәрі тартылып қалған ертеледі. Асты бізге тым болмаса тұщы су болмаса да шамалы ащы су болса да келмек болса да мал солардан ішеді, солардан жайылса жақсы болар. Су неше метрден шығады аға? Мал ішетін су. Осы арадан ба? Иә. Мынада антипмезден шығып А 7 метрден шығып тұра ма? Yok bulaysa neyi o ana? Тұра тұрыңыз енді. Мал ішетін иә? Шықса, жоқ, мына жоқ біліп отырмын. Қолмен қазған құдық. Енді мына Қарақұм жақта бұрын үрдіс болғанда Қарақұм қазір бәрі үйіне бірыңғай колон кіріп алды. оны білмеймін. Мына Естіп жатырмыз. иә, естіп отырсыз. Ондай біз бұлауға келген жоқ, ешкім қазған жоқ қой. Kazı çıkaralım. Қазып көрді шықпайды. Бізде жоқ. Оны ана 30 километрден анау бізде астында жаңа не бар дейді, теңіз сияқты саз бар Саз бар, дейді. Соны тесе алмай тұр. Тесе алмай тұр. 30 метрлік керек. 30 ба соны тесуге қатысады. Соны тесе алмай тұр. Үлкендер келіп жатқан жоқ. Бур Кішкентайлар. бур қазып көрген жоқ қой. Бур тек жаңа мұнайлар қазды ғой. Одан бөлек ешкім қазды. Мұнайлар қазды мына жоғарыдан. Бұлардан басқа ешкім. Ол неден басқа, шөптен басқа суда проблема болып тұр ғой бұлар. Қазір біз Арал ауданының аумағында жүрміз. Осы жерлерде кезінде Арал теңізі осы жаққа дейін табадың оған жайылып жатқан екен. Енді бүгін біз анау көріп қырдың мүмкін ортасына дейін теңіз көтерілген. Осы жерде қайықтар, балықтар жүрген, бірақ біз жерде қазір көліктермен жүрміз. Қазір Арал қаласының орталығына бара жатырмыз. Қызық, мынандай қырларды Қызылорда қаласында өмірі көрмеген, бірақ Аралда бір тау сияқты биік жерлер әдемі көрініп тұр. Көп ауылдардың бір минусы жолдары жоқ, асфальт жолдары жоқ, осындай амал жоқ. Тұрғындар осындай қиын жерлерде, сотовый байланыс тамайтын жерлерде осылай қатынауға мәжбүр. Жаңбыр қар жауса, байланыс аудан орталығымен үзіледі деуге де болады. Осындай жағдайда адамдар өмір сүріп жатыр екен. Солай Арал ауданы